Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнежазбада Astrolearn VR қосымшасы туралы айтылатын болады. Қосымша Unity платформасында жасалған және де астрономияны жоғары оқу орнында астрономияны оқытуға арналған. Ең бірінші сахна бұл басты сахна. Ол осындай дизайнда орындалған, яғни sci-fi. Сол жағымызда бізде контроллер қалай қолдану керек екені көрсетілген. Яғни бізде екі джойстик бар, екі контроллер бар. Соның сол жақ контроллердің сол жақ джойстигімен біз қозғала аламыз. Ал оң жақ контроллердің джойстигімен біз жан-жағымызға қарай алады екенбіз. Енді бұл қосымшада астрономия қатысты болғандықтан бірінші тақырыптар қарастырылған. Соны сіздерге көрсетіп кететін болсам. Мысалға, аспан сферасы. Аспан сферасында осындай купол жасалған. Куполда бізде көріп тұрғаныңыздай бірнеше сызық бар. Бұл әртүрлі сызықтар, мынау сызық бізде көкжиек, меридиан сызығы, бізде қызыл бұл экватор сызығы, және де мынау оранжевый бұл эклиптика сызығы, күннің жылдық қозғалысы. Және де сол жақ контроллерде бізде артқа батырмасы бар. Оны курок басу арқылы мынаны біз артқа шалады екенбіз. Жан-жағымызға қарай аламыз, кеңістікте жүре аламыз, қозғалып, және курокпен де жүре аламыз. Мысалы, келесі сахнаны көрсететін болсақ, бұл күн туралы ақпарат. Мұнда осындай 3D модель көрсетілген анимациямен. Canva арқылы, текст пен Canva арқылы анықтама көрсетілген күн туралы. Және де бұл сахнада тағы да бірнеше элементтер бар күнге қатысты. Бұл күннің ішкі құрылысы, яғни ядросынан бастап сыртқы қабатына дейін қандай екен көруге болады. Және де мақта жұлдыздардың спектрал классификациясы бар, түс бойынша бөлінген. Жұлдыздар қандай түсте екен? Біздің күніміз ол G классында. Бұл жерде күн көлемін салыстыру, яғни күнмен күнге қатысты жер мен Юпитердің көлемі қандай екен. Шын масштабта. Ол жерде артқы батырмасы бар. Мысалға, тағы да күн планеталар, кіші планеталар туралы. Мұнда бізде интерфейс көрсетілген. Мұнда біз керекті планетаны таңдай аламыз. Сол арқылы алдымызда планетаның 3D моделімен ол туралы ақпарат шығады екен. Сол сияқты да басқа да тақырыптар бар. Объекттер 3D модельдер арқылы жасалған, текстуралар орнатылған, анықтамалар текст арқылы жазылған. Мысалы, күн жүйесі сахнасы. Мұнда күн жүйесінің планеталар қозғалысы көрсетілген анимациямен. Айнал осьтар да бар, және де траектория сызығы да бар екен. Ар жақта көріп тұрсаңыздар, астероид белдеуі бар. Күн айналып тұр. Өз жарығы шашып тұр. Барлығы көрсетілген. Мен қосылып келе жатырмын. Курок арқылы, джойстик арқылы. Бұл қосымшаның бұдан да ары қарай дамытуға болады. Ол шек емес. Сахнаны да көбейтуге болады, тақырыптарға байланысты. Немесе оны әдемілеуге де болады екен. Осымен Astrolearn қосымшасы туралы көрсетілім аяқталды. Рахмет.